Нарлен өнімдерінің сапасы туралы айтқанда барлығы осы жерден басталады, біздің егін алқаптарымыздан. Мұнда ірі қара малға арналған жем өсіріледі. Және біз бүкіл процесті тұқымнан бастап мал азығына дейін толық бақылаймыз. Келесі кезең Нарлен фермалары. Мұнда жануарлар халықаралық стандарттарға сай өсіріледі. Олардың рационы, денсаулығы және күтіп бағу жағдайлары қатаң бақыланады. Бізде сапалы ет алу үшін ірі қара малдарға 2 мезгілде жем беріліп отырады. Жемдер мамандардың тексеруінен өткізілген. Малдардың ауырмас үшін ветеринарлық тексерулерден әр мезгіл сайын өткізіліп отырылады. Малдардан сапалы ет алу үшін біздің откорм площадкамызда барлық жағдайлар қарастырылған. Біз Нарлен компаниясының өндірісіне келдік. Мұнда барлығы заманауи стандарттарға сай салынған. Мал сою цехынан бастап қаптау желісіне дейін. Тек мал сою цехының қуаттылығы сағатына 15 басқа дейін жетеді. Комбинаттың жалпы өндірістік қуаттылығы тәулігіне 100 тонна. Цехта мамандар ірі қара мал мен жылқы етін өңдеп, оны қажетті бөліктерге бөледі. Бүкіл процесс шеберлікті, мұқияттылықты және ұқыптылықты қажет етеді. Ал бұл жерде тауық етін бұршалау цехы. Көріп тұрғаныңыздай, болашақ өнімдерге арналған шикізаттың сапасын сақтау үшін әр кезең қатаң бақыланады. Дайындау цехында ет ары қарай өңдеуге дайындалады. Мұнда дәмдеушілер қосылып, болашақ шұжықтар мен деликатестердің негізі жасалады. Шұжық цехы өндірістің жүрегі. Дәл осы жерде мыңдаған отбасы біліп, сүйіп жейтін біздің шұжықшалар, сосискалар және сарделькалар дайындалады. Қалыпқа келтірілгеннен кейін өнімдер термиялық өңдеуден өтеді. Бұл ең маңызды кезеңдердің бірі, себебі өнімнің дәмі, қауіпсіздігі және әсіресе хош иісі осыған байланысты. Қаптау цехында өнім соңғы түріне енеді. Ыңғайлы вакуумды қаптамалар балғындық пен дәмді тұтынушының дастарханына дейін сақтауға мүмкіндік береді. Бүкіл өндіріс бойынша ең соңғы кезең дайын өнім қоймасы. Осы жерден Нарлен өнімдері еліміздің түкпір-түкпіріне жеткізіліп, тұтынушыларға балғын күйінде жол тартады.